Қайырлы күн. Сіздер кепедеспес салық дауларына қатысты нұсқаулықтың бірінші бөлімінің бейнематериалдарын көрудесіздер. Бүгін біз салық органдары актілерін сот тәртібімен даулаудың негізгі кезеңдерін талқылаймыз. Ең алдымен дау талап арыз беруден басталады. Мұнда мерзім жағдайға байланысты өзгереді. Егер сотқа дейінгі тәртіп міндетті болса, онда талап арыз жоғарғы орган шешімі шыққан күннен бастап 1 ай ішінде беріледі. Егер сотқа дейінгі тәртіп міндетті болмаса, мерзім 1 ай болып қала береді, бірақ әкімшілік акт табыс етілген күннен бастап есептеледі. Атап өту керек, айрықша мерзімдер де бар. Камералдық бақылау жөніндегі шешімдер 10 жұмыс күні ішінде, ал тексеру нәтижелері бойынша хабарламалар 30 жұмыс күні ішінде дауланады. Бірінші сот сатысында салық дауы ақылға қонымды мерзімде, бірақ 3 айдан аспайтын уақыт ішінде қарастырылады. Шешім істі қарау аяқталғаннан кейін 10 жұмыс күні ішінде түпкілікті нысанда шығарылады. Бұдан кейін тараптардың шешімді апелляциялық сатыға, одан соң кассациялық сатыға шағымдауға құқығы бар. Егер тарап шешіммен келіспесе, ол апелляциялық шағымды бірінші сот сатысы арқылы бере алады. Шағым беру мерзімі соттың түпкілікті шешімі шығарылған күннен бастап 2 ай. Апелляциялық саты істі сотқа түскен күннен бастап 3 айдан аспайтын мерзімде қарайды. Апелляциялық сот шешімді өзгеріссіз қалдыра алады, немесе оны өзгерте алады, немесе бұрынғы шешімнің күшін жойып, жаңа шешім қабылдайды. Апелляциялық сатыдағы қаулы істі қараған күннен бастап 5 жұмыс күні ішінде дайындалады. 2025 жылдың 1 шілдесінен бастап әкімшілік соттардың шешімдері апелляциялық сатыдан кейін заңды күшіне енеді. Бұрынғыдай кассациялық сатыдан кейін емес. Келесі саты кассация. Кассациялық шағым Астана қаласында орналасқан әкімшілік істер жөніндегі кассациялық сотқа тікелей беріледі. Шағым беру мерзімі шешім заңды күшіне енген күннен бастап 6 ай. Кассациялық сот іс түскен күннен бастап 6 айдан аспайтын мерзімде қарайды. Кейбір жағдайларда жоғарғы сот кассациялық сатыда қаралған және заңды күшіне енген сот актілерін қайта қарауы мүмкін. Мұндай қайта қарау жоғарғы сот судьясының ұсынуымен немесе бас прокурордың наразылығы бойынша мына жағдайларда жүзеге асырылады. Егер сот актілері адамдардың өмірі мен денсаулығына, сондай-ақ экономика мен ұлттық қауіпсіздікке ауыр әрі қайтарымсыз салдарға әкелу мүмкін болса, белгілі бір тұлғалар тобының құқықтары, бостандықтары және заңды мүдделеріне және өзге де қоғамдық мүдделер бұзылған жағдайда, соттардың құқық нормаларын біркелкі түсіндіруі мен қолданылуы бұзылған кезде, жоғарғы сот оған жүгіну туралы өтініш берудің заңмен белгіленген мерзімі жоқ. Осылайша салық органы актісін бірінші және апелляциялық сатыларды даулау, яғни шешім заңды күшіне енгенге дейін әдетте 6-8 айға созылады. Кассациялық сатыда шешімнің қарастырылуы шамамен 1 жылға созылуы мүмкін. Кейбір жағдайларда, мысалы, сот актісі біркелкі сот тәжірибесінің сақталуын бұзса, іс жоғарғы сотта қайта қарастырыла алады. Талап арыздың және өзге де процессуалдық құжаттардың үлгілерін осы нұсқаулықтың қосымша материалдарынан таба аласыздар. Сонымен қатар, QR сілтеме 130 бетте берілген. Соттағы шағымдану сатылары туралы толық ақпаратты біздің нұсқаулықтан біле аласыздар. Сілтеме бейнематериалдың сипаттамасында көрсетілген. Назар қойып тыңдарғандарыңызға рахмет.